Халықаралық әділ сөз бостандығын қорғау қоры түсіндіреді. Сізді мақала жариялағаннан кейін сотқа берсе не істеу керек? Жариялайтын ақпаратты мұқият тексеріп, сіздің кінәсіз екеніңізге айғақ болатын барлық дәлелдерді сақтаңыз. Журналистерге қарсы сот істері мақала жарияланғаннан кейін бірнеше жыл өтсе де осындай істер болып тұрады. Барлық құжаттарды, аудио және видео жазбаларды, хат хабарларды, дауысты хабарламаларды сақтаңыз. Азаматтық талаппен сотқа берген талапкер сотқа дейінгі талап арызын жіберуі керек. Ол қандай сөз тіркесі үшін дауласқысы келетін анық көрсетуі тиіс. Егер сіздің кінәсіз екендігіңізге дәлел болмаса, тараптармен татуласуға келісіңіз. Бірақ сотта кінәсіз екеніңізді дәлелдеуден қорықпаңыз. Сотқа керек құжаттарды адвокаттың көмегімен дайындаңыз. Заңға сілтеме, видеоға пікірде.